Құтман күніңіздеріне ардақты спорт сүйікшілері, футзал көрермендері. Әрі командасы Чауылға шығады. Бұштан көтеріп беруден кейінгі үй тапсырма атқарылды. Жана дарбызаға соққы жолдау мүмкіншілігі өтіледі. Турнирдік жадуал бойынша дағы бюрос айта кетсек бо. Даниэл Энрике дарғашқы соққы, қандай ғана сейф. Құрамын алсақ өте жақшы. Мұхаммед Асқарбеков. Жақын қымырышты мұнамын тамай мейлеп. Айдос Чодарбек ұлы менен аттағырақ Заряның дарбызашысы мен мықты бір-бірға пас. Даниэл Энрике финттерді көрсетуге дағы. Даниэл Энрике Салимбаевқа, Салимбаев өткөріп берді. Жана бұл байланыш Ошму командасына екінші голды алып келуді. Ардақты көрушілер Салимбаевтан топты күтті. Албетте Салимбаев мұнда үшірларды жөн өткөрбейді. Теспек амандық олы мықты қорғанын көрсетті. Жана өзі Чауылға шыға, дарбызаға соққы. Да, бір рет саламатсыздар, бұрматты футзал сүйікшілері. Шынығы Қырғыз Заряның Чауылы. Керемет мүмкіншілік. Жана есеп сандар өзгөрбей қалуда бұл реттағы Ахматалиев. Жана соққы. Гол! Есеп сандары 3-0. Есеп саным. Асқарбеков ашқан елі. Бұл голдағы аның қоржынына арсыз ашылып қалушы жерін. Күтіп наметтеп голдарды жаратты мүмкін. Нұрсұлтан Абдылдаев тереңге керемет шығарып берген тоғын 19-ші номердағы 1-1 есебіне қысқартуда. Бұл ортада осы тайм-аут болады. Ошму командасы ойыншылары. Мықты пас жана ақырқы соққы тілеке қаршытақ болған жоқ. Ал эми Ахматалиев топты қолға. Заря ош шарында ұпайды қолдан шығарды көрінеді. Кетеді. Самандық ұлы солға жана Энрике. Даниэл Энрике ақыр аяғы гол жаратты. 5-ші голсыз кеткен жоқ. Мұна шында жиынтық есеп сандары 5-1. Ошму командасы өз үйінде 5-1 есебінде жиынтықталып, Ошму командасы бұл турдағы ұпайды өз құржындарына салғашты.